Аздап ауырып тұрғаным бар. Тамағың не то немесе көзің ісіп кетті деген секілді әңгімелер болса, осыған түсіністікпен қараңыздар. Короче, ауырмаңыздар. Біз бастаймыз. Кеттік. Қазақ болсаң атқа мінді шап, өтіп кетке бекере жастық шап, жауларыма дайын ышқырымда менім шап, бауырларға ылғи ашық қызық шап. Тони Кросс Реалға келгелі бері 23 мың пас шығарған. Оның 21.472-сі дәл, яғни 93,36%. Өзім санадым. Кеше Испания суперкубогының алғашқы жартылай финалы өтті. Эль Классико. Реал экстра тайм арқылы 3-2 есебімен Барсаны жеңіп финалға өтті. 5-ші матч қатарынан Реал Барсаны ұтты. Барсаның Классикода жеңе алмай жүргеніне 3 жыл болды. Ата көріп отырсың ба? Чавидің алғашқы Эль Классикосы. Анчелотти Реал, ПСЖ, Милан тізгінінде Барсаға қарсы 12 матч өткізген. Ал Чави Барса тізгінінде небәрі 11 ойын. Соның өзінде Эрнандес командасы тәжірибелі Реал ойыншыларына лайықты қарсылық танытты. Солшын алып қояқ. Вини голына Де Йонг жауап берді. Жоқ, Де Гот. Бір бермеді ғой. Бермеді ғой дейді. Бір берсе болады ғой дейді. Ол Барса үшін 3 матч қатарынан гол соғып отыр. Оған дейінгі 8 матчта үнсіз жүрген еді. Просто 2022 жылды күткен ғой. 2022 жылы бүтіндей бір халық үшін қаралы жайтпен басылады. Ал небәрі бір жан ғана үшін қуанышпен. Өмір. Что, не боли? Екінші таймда Бензема мадридтіктерді қайта есепте алға шығар. Енді Каримде Эль Классикода дабл-дабл бар. 11 гол, 10 ассист. Бірақ Мессиге жету үшін әлі қайда? Мессиде 26 гол, 14 ассист. Ля ты крыса. Фати счетты теңестіргенмен экстра таймда Вальверде жеңісті гол соқты. 12 қаңтар қашанда Федериконың күні болған. Бүгін ертең, бүгін бәрі басталды шөптен. Кеше Торрес Барса үшін дебют жасады. Ойыны қалай? Комментке жаз. Одан бөлек Алвес мансабындағы 1000-шы ойынын өткізді. Барса үшін 394-ші. Басқа шалдарды қайдам, бірақ бұл шал кетпесін. Енді тарих. Реал Барсаны мерейтойлы 100-ші рет жеңді. Каталониялықтардың классикодағы жеңістер саны 96, қалған 52-сі тең ойын. Финалда Реалға қарсылас не Атлетик, не артында осы бар Атлетик болмақ. Қайсы екендігін сіздер біліп қойдыңыздар уже. Ал мен пока жоқ, бірақ бір нәрсе нақты. Оппоненттері қызыл ақ түслер болмақ. Может быть, а может и нет. Италия дерби. Аралық, яки Интер. Италия суперкубогының 6 дүркін егерлері. Әзірге требл жасаған жалғыз италиялық клуб. Бұл жолы да Италиядағы ең үздік ұжым өздері екендігін дәлелдеді. Халықаралық суперкубок жеңімпазы. Юве. Бұл жолы да Роналду кінәлі ме? Лондондық дерби. Лига кубогының жартылай финалы. Жауапты матч. Тоттенхэм 0, Челси 1. Жалпы есеп 0-3. Финалда Челси. Жеңіс сыйлаған Тони Рюдигер. Шпорларға гол соғуды жаны сүйуші. Прости, если доебался. Немесе былай. Тоттенхэм голы офсайд себепті вармен алынып тасталды. Енді финалдағы Челсидің қарсыласын күтеміз. Арсенал әлде Ливерпуль. Бүгінге осы апта ортасындағы кубоктық матчтар. Тағы да супер матчтар бар алда. Көріңіздер, талдаңыздар, футболды сүйіңіздер. Давайте, сау! Қазақ болсаң атқа мінді шап, өтіп кетке бекере жастық шап, жауларыма дайын ышқырымда менім шап, бауырларға ылғи ашық қызық шап. Бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектен. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.